Сәлеметсіздер ме, құрметті 7 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен алгебра пәнінен 2-тоқсандағы 2 бөліміміз статистика элементтері бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларына шолу жасаймыз. Тапсырма саны 3. Әр есептің шығарылу жолын толық қарастырамыз. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Каналға тіркеліп алғандықтарыңызды бір тексеріп алыңыздар. Ал бастайық. Бірінші есеп шарты. Ғылыми жобалар сайысына қатысушылар тақырыптары бойынша 8 секцияға іріктелді. 50 қатысушының секцияларға таралуы жиілік кестесі түрінде берілді деп осындай кесте ұсынып отыр екен. Бұл жерде қараңыздар, бірінші секцияға бізде 3 қатысушы, екінші секцияға қатысатындар 4 екен, үшінші секцияға 5. Қараңыздар, бұл жерде белгісіз болып тұр бізде. 4-ші секцияға қанша қатысушы қатысатындығы, оны x деп белгілеп алайық. Демек бізде дәл осы x-тің мәнін табуымыз керек екен. Ол үшін не істейміз? Бізге барлық қатысушылар саны беріліп тұр, 50 қатысушы деп. Демек жиіліктерінің барлығының қосындысы 50-ге тең болу керек деп теңдеуімізді құрып аламыз. Бұл бізде абсолютті жиіліктің қасиеті еді. 3, 4, 5 және ары қарай x-тің қосындысы плюс 12, 8 қосылған 6 қосылған 3 тең болады 50-ге. Енді бұл жерде қосып шығатын болсақ, барлығының қосындысы x қосылған 41-ге тең болып тұр екен. Тең болады 50 саны. Енді осы жерден x-ті анықтау үшін қарапайым теңдеуімізді шешуіміз керек. 50-ден азайтамыз 41-ді. Жауабы тең болады екен 9-ға. Бірінші есебіміз осымен аяқталды. Екінші есеп. Шарты. Кестеде қыркүйек айында жарыққа шыққан 9 фильмнің орталық кинотеатрда неше рет көрсетілімде болғаны келтірілген. Ең танымал фильмнің салыстырмалы жиілігін табыңыз деп тұр. Қараңыздар, бұл жерде жиілігі, яғни абсолютті жиілігі беріліп тұр. Ең танымал фильм деген, қараңыздар, көрсетілім саны ең жоғары болған 4-ші фильм екен. 12 рет көрсетілген екен. Осы танымал фильмнің салыстырмалы жиілігін табуымыз керек. Ол үшін біз барлығының қосындысын тауып алайық алдымен. Олай болса, бастайық. Абсолютті жиіліктерінің қосындысы жазып шығайық. Тең болады екен. Бұл жерде есептейтін болсақ 60-ға. Ал салыстырмалы жиілігін табуымыз үшін біз Ж әріпімен белгілеп қояйық. Барлық абсолютті жиілік қосындысын және алымына жазамыз осы көрсетілімнің өзінің абсолютті жиілігін. Тең болады. Қысқартатын болсақ, бұл 5-тен 1 бөлшегіне тең. Оны ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0,10-2, ал пайыз түрінде көрсететін болсақ, бұл 20 пайызға тең. Пайыз түрінде, ондық бөлшек түрінде көрсету өз еріктеріңіз. Бастысы қысқартып жазып қойсаңыздар жеткілікті. Осымен екінші есебіміз де аяқталды. Келесі үшінші есеп. 7 сыныптың оқушылары қанша үй жануарын ұстайтыны туралы мынадай мәліметтер берді дейді. Енді бұл жерде асы реттелген сандар қатарын құрыңыз дейді. Бастайық. Вариациялық қатар құруымыз керек екен. Ең кіші варианты бізде ол 0. Неше рет кездескен? Мына қараңыздар. 1, 2. 10 реттеп жазып алдық. Ары қарай келесі вариантта бізде 1. Оның неше екенін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Демек 9 рет 1-ді жазып шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рет. Келесі вариантта бізде ол 2. Оны санайтын болсақ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рет. Демек, ары қарай 8 рет 2-ні жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рет болды. Келесі вариантта бізде 3.
3 біреу, екеу, үшеу. Демек, 3-ті 3 рет жазып қоямыз. 2, 3 рет жазылды. Келесі вариантта бізде 4, ол тек бір-ақ рет кездеседі екен. 4-ті жазамыз. Және келесі соңғы вариантта бізде ол 5 саны, ол да бір рет кездеседі екен. Ал барлық варианталарды қатарымен тізіп жазып алдық реттеп, А сұрағына жауап бердік. Келесі Б. Абсолютті және салыстырмалы жиілік кестесін салыңыз дейді. Кеттік. Алдымен вариантасын жазып шығамыз. Ол 0, 1, 2, 3, 4, 5. Олардың абсолютті жиілігі 0 бізде 2 рет болды. 1 9 рет жаздық. 2-ні 8 рет жаздық. 3-ті 3 рет жаздық. 4-ті 1 рет, 5-ті 1 рет жаздық. Ал салыстырмалы жиілігін табуымыз үшін барлығының қосындысын есептеп алайық. 2-ге 9-ды қосамыз 11, 8-ді қосамыз 19, 20, 21, 24. Демек, салыстырмалы жиілігі 24-тен 2 қысқартып қоятын болсақ 12-ден 1. Келес 24-тен 9, келес 24-тен 8 қысқартып жазатын болсақ 3-тен 1. Ары қарай 24-тен 3 қысқартып жазып қоятын болсақ 8-ден 1. Келес 24-тен 1. Соңғысының да салыстырмалы жиілігі 24-тен 1 болады. Салыстырмалы жиіліктерінде анықтап қойдық. Екінші сұрағына жауап бердік. С. Кесте мәліметтерін қайшылыққа тексеріңіз дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде абсолютті жиіліктерінің қосындысын есептеген кезімізде 24 саны шығуы керек. Ал олай болса есептейік. Тең қосындысын есептейтін болсақ 24. Ал мына жердегі бізге барлық берілген варианталар саны да 24-ке тең еді. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Демек, ешқандай қайшылық жоқ. Ал салыстырмалы жиіліктерін есептейтін болсақ, 24-тен 2 бөлшектің бөлімі бірдей болғаны бізге ыңғайлы. Сондықтан сол бөлшекті алып есептейік. Қосамыз 24-тен 8 қосылған 24-тен 3 қосылған 24-тен 1 қосылған 24-тен тағы да 1. Енді алымдарының қосындысы 24-ке тең екені белгілі. Олай болса 24-тің 24-ке қатынасы 1. Ешқандай қайшылық байқалған жоқ. Толықтай қасиеттері бойынша орындалып тұр. Тексеріп алдық. Сонымен үшінші есебіміз де аяқталды. Құрметті білім алушылар, сіздерге барлық есептер түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беріледі. Ал барлық есептер түсінікті болса, видеоны достарыңызбен бөлісіп, дайындықтарыңызды шыңдап алыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.